Сәлем достым, сауат ашу сабағына қош келдің. Өткен сабақта біз сөз тақырыбымен таныстық. Еске түсіру үшін сілтемемен өтіп қайталап көр. Каналымызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Балалар, сөз дыбыстардан тұрады. Дыбысты біз естиміз, айтамыз. Деміміз таусылғанша созып, әндетіп айталатын дыбыстарды дауысты дыбыстар деп атаймыз. Сауат ашу кітабымыздың 14-ші бетіндегі суреттерді атайық. Дауысты дыбыстан басталатын сөздердің суретін қызыл үйге орналастыр және сызықпен қоса қой. Қыз, от, ұл, торғай, арба, көз, қас, көбелек, Анна. Қай сөздер дауысты дыбыстан басталып тұр екен? Дұрыс айтасың. От, Анна, ұл және арба сөздері. Дауысты дыбысты балалар қызыл түспен белгілейміз. Өлеңді тыңда, кім туралы айтылған осы сөз қандай дыбыстан басталады? Мұқият ойланып көр. Күлім деген көзіңнен, күн мейірімі сезілген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен. Кім екен балалар? Ана, дұрыс айтасыңдар. Ана сөзінде а деген дыбыстан басталады. Бұл дауысты дыбыс екен, е? Тыңда, орында. Екі үйрек келеді, бірін-бірі көреді, бір-біріне қарайды, сәлемдесіп алады. Саусақтарымыз, қолымыз демалып алған болса, үзік сызықтарды бастырып шығайық. Кітабымыздың 15-ші бетіндегі 4-ші тапсырманы орындайық. Бүгін тапсырмалардың барлығын керемет орындадың. Дауысты дыбыстар тақырыбын түсінді деген ойдамын. Жарайсың балақай. Келесі кездескенше сау бол.